Сәлеметсіздер ме? Софт сұхбаттың кезекті шығарылымы. Бізде қонақта ағылшын тілі пәні мұғалімі жас маман Айжан Таңатарқызы. Айжан, қош келдің. Рахмет. Енді бірнеше сауалдарым бар, қоюға рұқсат ет. Бірінші сауалым, неліктен мұғалім мамандығы? Бұл мамандықты мен өз қалауыммен таңдадым. Балалармен жұмыс жасаған өте ұнайды, сондықтан өз мамандығымды жақсы көремін. Өте жақсы. Өте жақсы. Маңызды фактор ол мамандықты сүю. Егер мамандықты сүймесек, онда бізде барлығы жақсы болмайды. Енді келесі сауалым, біз сізді дипломды маман ретінде танимыз, иә? Ал биыл ғана осы ағымдағы оқу жылы жұмысқа орналастыңыз. Сондықтан басқа біз білмейтін қандай қырларыңыз немесе қызығушылықтарыңыз бар? Мен ұстаздық жолдан бөлек, білім саласынан бөлек қазіргі таңда модельдік саласымен айналысамын. Кәсіби тұрғыдан айналысып жатқаныма 2 жылдан астам уақыт кетті. Қазіргі таңда түрлі брендтермен, танымал дизайнерлермен жұмыс жасаймыз. Өте жақсы, керемет. Жан жақты, 8 қырлы, 1 сырлы деп осынайды. Келесі сауалым. Жақсы күн, жұмыс күні. Мектептегі жақсы өткен жұмыс күні қандай? Бұл мен үшін ең бірінші жұмысқа таңертең жақсы күшті ниетпен, әріптестермен жылы шыраймен амандасып, оқушылармен эмоцияға толы күнді өткізу. Олардың жан дүниесін түсіне отырып, оларға қолдау білдіріп, сабақты өте жақсы деңгейде өткізу. Өте жақсы. Өте жақсы. Қарым-қатынас маңызды, эмоция маңызды. Келесі қандай кітап оқып жатырсыз? Қая Балтабайдың «Жүрек тыныштығы» атты кітабы. Психология. Психология, даму жайлы кітап. Өте жақсы. Маған сіздің даму, қызығушылық, өзіндік даму процестеріңіз ұнап отыр. Сонымен қатар, соңғы сауалым, енді осы дамудың бір көрінісі іспеттес, өзін-өзі реттеу бар, иә? Реттеу, өзін-өзі реттеу бойынша бір лайфхак немесе тиімді тәсіліңіз бар ма? Түсінсеңіз. Жаңағы сіз айтып кеткенде, өзін-өзін реттеу кезінде адам ең бірінші өзіне қандай іс бастамас бұрын соған байланысты, ниетке байланысты амалдарын, әрекетін тоқтатпау. Ең бірінші мен үшін бірінші орында ниет, одан кейін екінші орында сол әрекетті үздіксіз қайталап отыру. Үздіксіз қайталау, яғни тәртіп, иә? Бұл жерде өзіндік тәртіп, иә? Мысалға, мен мысалға су ішем. Күніне 1,5 литр су ішем. Ал сіз не істейсіз? Және жаяу жүруге тырысам енді, тырысам. Қазір жұмыспен кішкене қиындау болып жүр, бірақ жазда міндетті түрде мен 1 сағат 40 минуттай жаяу жүретін едім. Су ішем және жаяу жүрем. Ал сіз бұл жұтпай орындайтын қандай неңіз бар, әрекетіңіз бар? Мен таңертең 6 мен 7 аралығында 6-да ерте тұрып, 1 сағат ерте жаяу жүру, демалыста таңертең, одан кейін уже 7-де таңғы ас ішіп, жұмысқа келу, рет-ретімен кешке уже ерте жату. Ерте тұру және ерте жату, бұл маңызды. Рахмет, көп рахмет.